Құрметті әріптестер, сіздерді мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Арайлы азаттығымыздың кепілі мемлекеттік рәміздер дүниеге келіп, елбасының жарлығымен 4 маусым күні мемлекеттік маңызы бар айтулы даталар қатарына қосылды. Бұл күн ақталған үміт күні болып, біздің егемен Қазақстан тарихының төрінен орын алды. Біздің санамызға тәуелсіздік идеясын орнықтырып, патриотизмді қалыптастыруда, ұлттық бірлікті нығайтуда ерекше мәнге ие мемлекеттік рәміздеріміздің мерейлі мерекесі биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында аталып өтуде. Өйткені елтаңбамыз, туымыз, гимніміз қазақ елінің барша болмысын бүгінгі мен ертеңін бойына сіңіріп, жүрегімізді мақтанышқа толтырады. Осының бәрі Қазақстанның жаңа тарихының қастерлі беттері. Оның ерекшелігі сол отанның өзі нақ осы тудан елтаңба және гимннен басталып қалады. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік рәміздер болашаққа бет түзеген ұлы көшіміздің демеп игі істерімізді қолдай берсін. Әрдайым еліміз тыныш, халқымыз аман, туымыздың мәртебесі биік болсын. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі. Жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Желбірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.